Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Мен Тараз Теміржол көлік және коммуникация колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Жүнісова Балжан Өміржанқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы туған өлкенің экологиясы. Экранда берілген QR-код арқылы кітаптың электрондық нұсқасына өтуге болады. Сабақтың оқу мақсаттары: мәтін бойынша автор позициясын және көтерілген мәселеге қарым-қатынасын, тыңдаушыға ықпал ету тәсілін талдай отырып, негізгі ойды анықтау. Публицистикалық стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай, тілдік құралды орынды қолданып, шағын мақала жазу. Бағалау критерийлері: мәтін бойынша автор позициясын және көтерілген мәселеге қарым-қатынасын, тыңдаушыға ықпал ету тәсілін талдай отырып, негізгі ойды анықтайды. Публицистикалық стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай, тілдік құралдарды орынды қолданады, шағын мақала жазады. Ой қозғау әдісі арқылы жаңа сөздермен танысайық. Әңгіме желісі: әңгімедегі оқиғалар реті. Автобан: көлік және қатынас жолдары. Даңғыл жол: кең, сара жол. Табиғи тұтастық: қоршаған ортаның үйлесімді дамуы. Қаламгер: жазушы деген мағынаны білдіреді. Жаңа сөздерді есімізде сақтап алайық. Бүгінгі біздің сабағымыз туралы қырғыз жұртының аты әлемге әйгілі жазушысы Шыңғыс Айтматов пен қазақтың көрнекті ақыны Мұхтар Шахановтың бірлесе жазған «Құз басындағы аңшының зары» әңгімелер жинағында сөз қозғалған болатын. Олай болса, келесі ақпаратқа назар аударайық. Шыңғыс Айтматов пен Мұхтар Шахановтың бірлесіп жазған «Құз басындағы аңшының зары» ғасыр айрығындағы сырласу атты рухани-философиялық, тарихи-танымдық және махаббат хикаяларына құралған эсселер кітабы дүние жүзінің көптеген тілдеріне аударылған. Кітап қос қаламгердің сұхбатынан тұрады. Авторлар халқымыздың өткен өміріндегі тарихи оқиғаларға талдау жасайды. Сол арқылы әңгімеден әңгіме өрбітіп, екі халықтың жай-күйін жазады. Бірінші тапсырма: мәтінді оқы. Шыңғыс Айтматов: бір жылы немістің кино түсірушілері Люксембургке келіп, сіз жайында кино түсіреміз деді. Қалай түсіресіңдер? Осы кабинетіңізде отырып, әңгіме бастаңыз, біз түсіріп алайық. Жоқ, бұл қайталау болып шығады. Мені ерекше риза еткен бір жер бар. Жүріңдер, әңгіме желісін сол арада өрбітейік, деп киношыларды бастап алып шықтым. 5 қаланы жалғастырып жатқан Брюссель, Люксембург, Триер, Кобленц, Франкфурттың арасында автобан бар. Шетелдің неше түрлі машиналары 3-6 қатар боп күндіз-түні ағылып жатады. Автобанның жан-жағын 100 шақырымға дейін темір сыммен мұқият қоршап тастаған. Әлгі даңғыл жол тауды да, төбені де, тоғай мен көлді де кесіп өтеді. Жолдың бір жағындағы аң екінші жағына бара алмайды, яғни табиғи тұтастық бұзылған. Осы тұйықтан шығу үшін бұлар не істеді дейсің ғой? Автобанның үстінен әр 10 шақырым сайын жолы кесіліп қалған елік пен бұғы, қабан мен қоян, шаян мен жыланға арнап көпір салған. Осындай аспалы, әдемі көпірді біздің елде жабайы аң түгіл, адамдардың игілігі үшін де салу үлкен күшке түсетіні айтпасақ та белгілі. Әлгі жерге кино түсіруші топты ертіп әкеліп, міне, адамдық эгоизмді жеңудің, тірі табиғатқа жанашырлықпен қараудың, яки өркениетті түрде дамудың бір көрінісі осы дедім. Сол аспалы көпірдің үстіне шығып тұрып, фильмге арнап әңгіме бастадым. Шыңғыс Айтматов, Мұхтар Шаханов, «Құз басындағы аңшының зары» әңгімесінен. Екінші тапсырма: фила кестесін толтыру арқылы тапсырманы орындаңыз. Мәтін бойынша автордың көтерілген мәселеге қарым-қатынасын анықтап, негізгі ойды табыңыз. Яғни, сіздердің алдарыңызда 4 бағаналы кесте берілген. Осы бағаналарды толтырамыз. Фактілер бағанасына мәтінде көтерілген мәселенің деректері жазылады. Идеялар бағанасына ситуацияның тууына себеп болған идеялар жазылады. Сұрақтар бағанасына идея бағанадағы идеяларды жүзеге асыруға көмектесетін сұрақтар жазылады.
әрекет жоспары бағанасына мәселені шешетін нақтылы жоспар жазылады. Үшінші тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша автор позициясының және көтерілген мәселеге қарым-қатынасын тыңдаушыға ықпал ету тәсілін талдаңыз. Бұл жерде де сіздерге кесте берілген. Осы кестеге автор позициясын және көтерілген мәселеге қарым-қатынасын тыңдаушыға ықпал ету тәсілін талдап жазамыз. Яғни, бірінші бағанаға автор позициясын талдаймыз. Екінші бағанаға мәселеге қарым-қатынасын талдаймыз. Тыңдаушыға ықпал ету тәсілін үшінші бағанаға талдап жазамыз. Келесі тапсырма, төртінші тапсырма. Берілген сілтеме арқылы бейнематериалды бірге көрейік. Жер бетіндегі ең қауіпті апаттардың бірі орман өрті. Қазақстандағы орманды алқап ел аумағының 2% ғана алып жатыр және қорғауға аса мұқтаж. Өрт орманның бірінші жауы. Орманды тып-типыл етуге күн көзінде қалған кішкене шыны бөлшегінің өзі-ақ жетіп жатыр. Күн сәулесі күн көзінде қалған шыныны тұтандырғышқа лезде айналдыра алады. Егер оның астында шөп немесе жапырақ жатса, өрттен қашып құтылу мүмкін емес және ол тез таралады. Өрт жер бетімен сағатына 5 км жылдамдықпен жылжыса, жоғарғы жақта бір ағаштан келесі ағашқа шарпи жылжуы сағатына 70 км жылдамдықтан асады. Тұжырым жасап көрелік. Осы орманның өсіп қалыптасуына жүздеген жылдар қажет болса, жойылуына санаулы сағаттарда. Бейнематериалды мұқият тыңдаған болсақ, келесі тапсырмаға көшейік. Бесінші тапсырма. Материалдағы ақпаратты 4 сөйлем тәсілін пайдаланып талдаңыз. Бірінші сөйлем пікір болу керек. Бейнематериал бойынша өз пікіріңізді бір сөйлеммен жазасыз. Екінші сөйлем дәлел. Өз пікіріңізді бір сөйлеммен дәлелдейсіз. Үшінші сөйлем мысал. Пікіріңізді өмірмен байланыстырып, мысал келтіресіз. Төртінші қорытынды. Тақырып бойынша қорытынды жазасыз. Еске түсірейік. Публицистикалық стиль. Публицистикалық стиль жұртқа үндеу, үгіт айтуда пайдаланылады. Мұндай үндеуге үгітке қоғам үшін және дәл сол кезеңде зор мәні бар бір мәселе тақырып болады. Публицистикалық стиль ауызша және жазбаша түрде қолданылады. Публицистикалық сөз ауыз екі айтылғанда ауыз екі сөйлеу стиліне тән сипатта да ие болады. Ол көбінесе газет, журнал, радио, теледидар арқылы беріледі. Публицистикалық стильдің сипатына сай тілдік тұлғаларына қатынасады. Олар экспрессивті сөздер, мақал-мәтелдер, тұрақты тіркестер, сөйлемдер, тақырыпқа сай терминдер, толымсыз сөйлемдер, эллипсис сөйлемдер, тыңдаушылардың көңілін бұратын қайратпа сөздер, сұраулы және лепті сөйлемдер. Публицистикалық мақала қоғамдық әлеуметтік және саяси маңызы зор оқиғалар мен құбылыстарды дәуір тынысын көтеріңкі үнмен, көркем тілмен баяндайды. Мақала құрылымы жайлы ұмытпаңыздар. Мақаланың құрылымы мақала атауы, кіріспе бөлім, негізгі бөлім, қорытынды бөлім және қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Келесі үй тапсырмасы, 6-шы тапсырма. Тілдік құралдарды орынды қолданып, еліміздің жасыл желегін қорғау менің міндетім тақырыбында публицистикалық шағын мақала жазыңыз. Мына жерде сіздерге кесте бойынша үлгі берілген. Осыған қарап, шағын мақала жазып келесіздер. Енді рефлексия, кері байланыс. Табыс сатысы әдісі арқылы мен білемін, мен түсінемін, мен жасай аламын деген сұрақтарға жазбаша жауап беріңіздер. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.